Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Өз қолымнан шығатын осындай заттар сіздерге шағын ғана түсіндіріп кетейін. Қалай істеу керек, қалай не істеу керек. Бір кәсіп дей ме, әлі бизнес дей ме, қалай атауға болады, шағын ғана өзім істейтін заттарым. Осындай жер стол істеймін. Сапасы өте керемет, лақтанған, өте салынған. Осындай қалың, аяғы жиналмалы, салмағы 17 кг. 125, 100 құрық, 150 құрып істейміз. Тапсырыс беріңіздер, өте керемет. Осындай набордан тақтай 4 штук, наборымен 13.000 теңге. 70, көлемі 50, 30, 25 көлемі. Бұл лак емес, бұл май, ағаштың майы. Бізге нан істейді, ет турайды, сондықтан біз көбінесе лак жолық істемейміз, жақындатпаймыз. Өте зиян. Мына бесік жиналмалы, тасып жүруге ыңғайлы. Ұзындығы 90, биіктігі 55, көлемі 40. Салмағы 11 кг. Ыңғайлы. Заказ берсеңіздер өтінбейсіздер. Жастарға айтарым, кәсіппен айналысыңдар, қорықпаңыздар. Ең бірінші ол төзімдік керек, шыдамдылық керек. Кейбір жастар тастап кетеді орта жолында, істейді де жын кетіп қалады. Бұны мен 2022-де бастаған. Бұл февральдың 16-сы ба, қателеспесем, февральда бастадым 22-де. Соған айналысып жатқанға Аллаға шүкір, 3 жылдай болып болды. Ол кезде мен столмен істегем. Ол кезде столдардың сапасы өте нашар болған. Ай сайын, жыл сайын қазір Аллаға шүкір столдарым өзгеріп жатыр. Сапасы өте керемет. Алға қалса келесі айда оюларын өзгертетін боламыз. Сосын қосымша тағы да бір нәрсе қосамыз. Пока менде өзім қолымнан шығатын осындай 3 нәрсе. Сол бизнеспен айналысыңыздар, тоқтамаңыздар. Қазіргі заманда бизнес, мына менің гаражым. Өз қолымнан істеген шағын ғана. Менің гаражымша жылы 35 градус. Ұзындығы 9 метр, көлемі 380. Өзім қаптадым бәрін ішін утепление етіп. Жып-жылы 40 градус аязда. Гараждың іші 35 градус болып тұрады. Бұл менің инструменттерім. Осы столдың арқасында қылдық. Қаншама инструмент, бір жалтысы үйде. Менің жоға жақта лазер тұр. Осындай еңбек. Бір жақ пока, бұл жақта менде бір комната бар. Ол жақ пока склад болып тұр. Алла қаласа, күн жылынса, апрель, май қарай ол жақта ремонтта. Бұл жақ демалатын жер болады. Демаламыз, шай ішеміз дегендей. 2,5, былай 3,5 көлемі. Мына жерге ящик істейміз, үлкен ящик. Ішінде ағаштан бәрін осының ішіне тастаймыз. Мен шағын ғана бизнес. Үйде текке жатпай осындай бизнеспен айналысайық. Ақша артық болмайды. Әйтеуір наныңда, суыңда жапсаң да әйтеуір. Міне осындай стол мені. Қалың материал өте әдемі. 10 мм. Осы стол атаға беріп кетіңіздер. Қостанай облысы. Стол аламын дейтін кісілер болса хабарласыңыздар. Доставка жоқ, только районда ғана доставка. Қостанай неге пойызбен 2 әзірмен жеткіземіз. Қарағанды болсын, Астана болсын, любой жаққа. Алсаңызда өкінбейсіздер. Мені автомат бәрі тұр. Свет бәрін тартқанбыз өзіміз. Главный біздің жалауымыз тұр, жоға жақта, төр жақта. Әрбір үйде, әрбір кәсіпкерде осында жалау тұру керек, өзім ойым. Егемендік Қазақстан деп, жүрегіміз қазақ деп шағады. Ал мені баға бекетіңіздер.